Қыз бала 9 жастан бастап бой жететін болса, ер бала 12 жастан бастап Аллах субхана ва тағаланың әмір еткен парыздары мойнына парыз болады. Орындауы міндет болады, қайтарған істерінен қайтуы міндет болады. Бұл жастық шаққа келетін болсақ, ғалымдар бұл жастық шақты күннің нағыз қызған түскі уақытқа теңейміз дейді. Күн таңертең шыққан кезде ешқандай жерге қызу бере алмайды. Ол балалық шағымыз. Күн түс ауғаннан кейін де жерге ешқандай жылулық бере алмайды дейді. Ол кәрілік шағымыз. Күн нағыз қызуды береді жерге, ол тал түсі дейді. Бұл тал түсіміз біздің жастық шағымыз. Жас кезімізде де, қартайған кезімізде де біз ешқандай бір көптеген игілік істерді істей алмайды екенбіз. Бәлкім осы жастық шағымызда Алла субхана ва тағала біздерге көптеген нығметті береді. Жастық шағымызда біз ғанимет біліміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Иғтаним хамсан қабла хамсин." 5 нәрсе келуден алдын 5 нәрсені ғанимет біліңіздер. Біріншісі аль-хаяту қабла маутик. Өмірлеріңіздің қадірін біліңіздер, өлім келуден алдын. Тіріміз ба, тірі кезімізде көптеген ізгі істерді істеп, ертеңгі күнге көптеген молдап сауап жинауға Алла тағала көп мүмкіншілік беріп қойды. Екіншісі сихатук қабла сақамук. Денсаулықтарыңыздың қадірін біліңіздер, ауру келместен алдын деді. Бұл денсаулықтың қадірін ауырып жатқан емханадағы кісілер жақсы біледі, қандай дәрежеде екендігін. Үшіншісі фараук қабла шулук. Бос уақыттарыңыздың қадірін біліңіздер. Машғұл болып қалудан алдын. Қолымыз бос екен, альхамдулилля, білім алып жатырсыздар. Бұл Алла тағаланың берген біздерге фазилеті. Осы уақыттарымызды пайдаланып жатырсыз. Төртіншісі шабабук қабла хармук. Жастық шақтарыңыздың қадірін біліңіздер, кәрілік шақ келуден алдын. Бесіншісі ғаламук қабла фақрик. Байлықтарыңыздың қадірін біліңіздер, кедейлік келуден алдын. Яғни осы 5 нәрсенің біз қадірін білген кезде біз екі дүниенің бақытына бөленеміз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Аллахтың пайғамбарлығы, рисалас жүктелгенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасы 40 жаста еді. Тепсе темір үзетін кезі, нағыз күшінде 40 жаста. Жан жолдасы Абу Бакр Сиддық 37 жаста, 3 жас кіші пайғамбарымыздан. Хаттабтың баласы Омар радиаллаху анху Абу Бакрдан кіші жас. Осман радиаллаху анху 3-ші халифа Омардан да кіші. Ішіндегі ең кішісі Али радиаллаху анху еді. Жас жігіттер еді. Адамдарды зұлматтан нұрға алып келген пайғамбарымыздың жанында көмекші болды барлықтар. Осы үмбетті қияметке шейін адамдарға осы тура жолды өсиеттеп кетуге барлық малдарымен, жандарымен өмір кешті. Жастық шақтарында көптеген жетістікке жетті. Сол кісілердің салып кеткен сара жолында жалғастыру осы жас жігіттерде екен. Қиямет қайымда Аллахтың рахматына бөлен көлеңкеде болатын жас жігіт салихалы анадан дүниеге келеді. Ондай жігіт келу үшін салихалы ана болу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Тункихул мар'ал арба". Әйел кісі 4 қасиетімен тұрмысқа шығады деді. Сол 4 қасиеттің біреуіне қызығып адамдар үйленеді екен әйел кісілерге. Малуха деді. Оның мал дүниесі болуы мүмкін. Жамалуха, ол әдемі болуы мүмкін, көрікті болуы мүмкін. Сонысына қызығып үйленеді. Хисабиха, мансапты, бір текті қыз болуы мүмкін. Динуха деді. Діндар, тақуадар қыз болуы мүмкін. Ва азфар аля динуха деді. Бірақ соның ішінде діндар, салихалы қыз таңдаңыздар деді. Қалғандарын алсаңдар болады, бірақ ішіндегі ең абзалы, ең қайырлысы дініне қызығыңыздар деді. Салихалы аналарымыздан салихалы ұрпақ дүниеге келеді. Баланың әкесінің мойнында хаққысы бар. Бала дүниеге келуден алдын әкесі салихалы қыз табу керек. Баланың бірінші хаққысы. Екінші хаққысы, бала дүниеге келгеннен кейін көркем есім қою керек. Бала ертең намыстанбайтындай аты әдемі болу керек. Әкесі баласына ислам дінін үйрету керек, Құдайын таныту керек. Бала ер жеткеннен кейін текті жерден салихалы қыз алып беру керек. Егер қызы болса, иманды, тақуа жігітке ұзату керек. Осы борыштарын өтесе болды, әкесі баласының алдында ешқандай қарыз емес. Бірақ баланың әкесінің алдында қарызы бітпейді дінде. Қанша әрекет етсек те, оны бітіре алмаймыз біз. Оның хаққысын өтей алмаймыз. Bir күн бір кісі келді, Омар ибн Хаттаб қоя, Амир муъминин, мен анамды көтеріп қажылыққа алып бардым Шамнан. Сол жерде көтеріп тауап жасаттым, қарыздығын жасаттым. Мен анамның мойнындағы қарызынан құтылдым ба деген кезде, түнде бір мәрте тұрып емізген хаққысын енді орындапсың деді. Оны 9 ай ішінде қиналып көтергені, оны дүниеге қиналып алып келгенін, оны ешнәрсе істеген жоқсың деді. Бір мәрте емізген хаққысын істептім деді. Істей бер деді. Демек біздің өміріміз жетпейді екен. Ата-анамызды қанша ардақтасақ та жете алмаймыз. Алла тағала бізде Құранда бұйырғандай, ол екеуден, немесе екеуінің біреуі жандарыңызда кәрілік жасқа жететін болса, оларды уф айтпаңыздар деді. Олар зекімеңіздер деді. Бізден талап етілетін нәрсе осы екен. Салихалы ұрпақ келу үшін салихалы аналар керек. Қиыншылықтар туатын болса, бірге бөліседі. Ақылын айтады, күйеуіне басып айтады. Қуанса бірге қуанады. Аби Талха радиаллаху анху, бұл кісінің әйеліне Умму Салим. Бұл екеуіне Алла субхана ва тағала Абдулла есімді ұрпақ берді. Өте солих, жақсы, әдепті, зерек бала болды. Жұрттың бәрі жақсы көреді, әке-шешесі де жақсы көреді, Алла тағала шүкірлік қылады. Аби Талха бір күн жұмысқа кетті, кенеттен бала ауырып,
қайтыс болды. Мейірімді ана езіліп жүрегі жылады. Алла тағалаға дуа жасады. Аллахым өзін бердің, өзін алдың дейді де баласын маңдайынан сүйіп, өзінің жататын бөлмесін жатқызып, үстін жауып, есік жауып қояды. Кешке қарай күйеуі келетін кезді біледі, қай уақытта келетінін. Сол кезде жуынып, әдемі киімдерін киініп, зейнеттелініп, күйеуінің жақсы көретін асын дайындап, күйеуін күлімсіреп, әдемі көңіл күймен күтіп алады. Күйеуінің ойында ешнәрсе жоқ. Баласын сұрады, бала қайда? Бала бөлмеде жатыр деді. Яғни жатыр дегенде өтірік айтқаны жоқ. Расында ол жатыр, мәңгіге жатыр. Бөлмеге кірген жоқ, тамақты ішті. Зейнеттелінген әдемі әйелін көріп, сол түнде әйелімен қосылды. Көңілін көтеріп, күйеуінің әбден көңілінен шыққан әйелі сұрақ қоя бастады. Бір адам екінші бір адамға несиеге бір зат беретін болса, уақыт сағаты келген кезде сол иесі сол затты қайтар десе, екінші адам жоқ, затыңды бермеймін деген хақысы бар ма деді. Абу Талха айтты, ешқандай хақысы жоқ деді. Мүлік онікі емес, өзінің иесіне тапсыру керек деді. Егер солай болатын болса деді, Алла субхана ва тағала бізге солих зуррият берген еді, Абдулла есімді, Аллах алды оны деді. Абу Талха қатты тиді ол кісіге. Таң атумен пайғамбарымыз алдына барды. Болған жағдайдың барлығын айтып берді. Я Расулалла, осылай болды, осылай болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умму Салимнің істеген ісіне қатты қуанды. Дуа жасады. Баракаллаху фи лайлатикума деді. Екеуінің соңғы өткізген түндеріңе Алла тағала берекетін берсін деді. Аллах субхана ва тағала ол екеуіне 9 перзентті берді. 9-да ұл болды, 9-да Құранды жаттаған хафиздер болды. Яғни бір нәрсеге сабыр етті, арқасына Алла тағала қуанышпен айналдырып қойды. Алла субхана ва тағала өз берген нығметін сынап бермейді біреуге. Біреуге сынап беріп қояды. Ол солих зурриятты беріп Алла тағала қайтадан алып қоя салады. Бұның барлық сынақта. Пайғамбарымыздың салған сара жолын ұстануымыз керек екен. Екі дүние бақытына жетеміз. Дүниеге бала шірет келуден алдын солих жар таңдадық. Одан кейін енді Алла субхана ва тағаладан дуа қылып солих зуррият сұрауымыз керек. Маған перзент бер дей берместен солих зуррият деп ашық анық айту керек бұл нәрсені. Аллах маған бірдеңе бер, бірдеңе бер. Қартая жасқа жеткен кезде бала деп сұрауға да ұялған. Бірдеңе бер, бірдеңе бер деп қояды дейді. Қараса әйел ішімен бірдеңе туғанда бала емес. Яғни ол нәрсені ашық анық. Әрине Алла тағала сіздің ойыңыздан біледі. Сұраңызды дұрыстап сұрауымыз керек. Періште амин деп қойды да. Закария алейхиссалам үлкен жасқа жеткен, перзенті болмаған. Әйелі бедеу болған, бала көтермейді. Үмітсіз шайтан сол жасқа қарамасам да Алла субхана ва тағалаға дуа қылды. Хуналика даа Закария роббаху. Қала робби хабли мин ладунка зурриятан тайиба. Закария алейхиссалам дуа қылды Алла тағалаға. Ей Аллахым, маған солих зуррият берші деп шынайы ықыласпен сұрап дуа жасады. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Закария алейхиссалам ғибадат тұрған кезде саған сүйінші хабар болсын. Яхия есімді елдің сұлтаны болатын, адамдарды тура жолға бастайтын пайғамбар болатын перзент Алла тағала береді саған. Бірақ сонша жасқа жеткенмен пайғамбар болумен біз пендеміз. Қатты қуанғанынан Закария алейхиссалам мынандай сөздер айтып жіберді. Ванна якуну ли гуламун ва қад балағал кибари ва имраати ақир деді. Я Аллах, мен өзім бір шал болған болсам, әйелім кемпірлік болған болса, бізде қандай бала болады деп сол сұрақ қойып жіберді. Пайғамбар Алла тағаланың беретініне ешқандай күмән келтіріп тұрғаны жоқ. Адам біз бірдеңе бір қатты қуанған кезде сондай сөздер шығып кетеді аузымыздан. Осы сөздерді айтып жүрді. Сол кезде періштелер былай деді. Алла субхана ва тағала бол деген нәрсесі болады. Қала робби жаали ая. Осы айтқандарың рас әрине. Бірақ және бір соны қуаттайтын бір дәлел беріңдерші маған деді. 3 күн сөйлей алмайсың деді. Яғни 3 күн сен тілсіз мылқау жүресің деді. Дәлеліміз осы деді. Закария алейхиссалам сол ибадат қаладан шыққан кезде расында 3 күн сөйлей алмады. Сол аяттың жалғасында енді періштелер айтады, сен солмен тоқтамастан таңертең кешкі уақытта Алла тағала көп зікір қыл деді. Алла тағаланы көп ұлықта деді. Себебі осы екен. Алла субхана ва тағала біздің жасымызға қалмайды. Ол кәрілік жаста ма, ол жаста ма, бұл перзентті де дүниеден беруші Алла тағала. Закария алейхиссалам сондай шалдық жасына қарамастан Алла тағала Яхия есімді пайғамбарды жіберді. Перзентсіз жүрген кісілер болатын болса, осы себептерді жасау керек. Алла тағала көп зікір жасау керек. Алла тағаладан шынайы сұрау керек. Алла тағала солих зурриятты берді. Сұрадыңыз, Алла тағала берді. Енді сол күнде тастап қоймастан ата-ана баласының тәрбиесінен қатты көңіл бөлу керек. Ең бірінші үйрететін нәрсесі бала есін біліп сөйлей бастаған кезде Аллахты таныту керек. Бізді Алла тағала жаратты, сені Алла тағала жаратты. Біздің Раббымыз Алла тағала деп жаратушы иемізді өзінің баласына таныстыру керек. Алла субхана тағала Құран айтады: وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Адамдар мен жындарды өзіне ғибадат қылу үшін жараттым. Осы өзінің перзентіне үйрету керек. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا лَا يَرْجِعُونَ. Алла тағала Құран айтады: сіздер біз бекерден бекер жаратып қойдық деп ойлайсыздар ма дейді. Біз жаққа қайтпайсыздар ма дейді. Осы нәрсені әкесі, анасы, баласын ең бірінші үйрету керек. Және солих зуррияты болу үшін пайғамбарымыздың сара жолын үйретіп қою керек. Пайғамбарымыз кім? Пайғамбарымыздың ата-анасы кім? Және пайғамбарымыз бізді исламды қалай жеткізді? Осы нәрсені үйретіп қою керек. Және пайғамбарымыздың сол сирасын оқу арқылы
Пайғамбарымызға деген махаббат күшейеді баланың. Алла Субхану Құранда айтады: "Ва ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим." Алла Тағала айтады: егер сендер мені жақсы көрсеңдер, пайғамбарға ілесіңдер, мен сендерді сол кезде жақсы көремін. Әрі сендердің күнәһтарыңды кешіремін және өз рахматыма, фазилетіммен аламын дейді. Демек, солих перзентіміз болу үшін пайғамбарымыздың сара жолын үйретуіміз керек екен. Және кіммен араласып жатыр, досы кім, көшеде кімдермен жүр, ол нәрсеге көп мән беру керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар: "Ла тусахиб илля муъмин" деген. Тек қана момын мұсылманмен ғана дос болыңыздар деген хадисі бар. Жаныңызда жүрген жан жолдасыңыз момын мұсылман болатын болса, сізді жаманшылықтан қайтарады, жақсылыққа бұйырады. Алла Тағала Құранда бізді мақтаған: "Кунтум хайра умматин ухриджат линнас." Адамдардың ішіндегі ең жақсы үмбет болдыңыздар. Қай жағымызбен? Ta'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар. Жақсылыққа шақырасыздар, жамандықтан қайтарасыздар. Ва ту'минуна билlah. Алла Тағала иман келтіресіңдер. Міне осы себепті Алла Тағала бізді жақсы көрді. Осы себепті алдыңғы үмбеттерден жақсы хайыр үмбет болдық. Осыны баласына жеткізу керек. Және ағайын туыстармен жақсы қарым-қатынасты болуды үйретуі ата-анасының міндеті. Силат рахым вajib. Ағайын туыспен араласпайтын болса, пайғамбарымыз айтқан, оларға жәннаттың иесі харам. Ағайын туыстармен араласу вajib. Инналлах я'муру бил қисти бил хукми ва зил қурба. Алла Тағала әділдікпен үкім қылуларыңызды және ағайын туыстармен қарым-қатынасты жақсы болуларыңызды сізге әмір етті. Осы нәрсені ата-ана баласына жақсылап үйретіп қою керек. Ағайын туыспен жақсы тұру керек. Және бала ғайбат сөйлеуден, біреудің сыртынан рахмат қылудан, балағаттаудан, өтірік сөйлеуден тыйылуын қатты қадағалау керек. Себебі бұл өтірік сөйлеу арқылы ол екі жүздік сипатқа кіріп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху хадисі бар: "Аятул мунафиқ саласа." Мұнафиқ екі жүзділердің үш белгісі бар дейді. "Иза хадаса казиба." Егер сөйлесе, өтірік сөйлейді. "Ва иза ваада ахлафа." Егер біреумен уәделессе, уәдесіне тұра алмайды. "Вазиту мин ахуана." Егер біреу аманат қоятын болса, аманатқа қиянат жасайды. Оның істеп жатқан әрбір ісін бақылап тұрған, естіп тұрған, көріп тұрған үйретіп қою керек баласына. Жүрегіне имандылық нұрын егіп қою керек. Сол кезде бала қай жерде жүрсе де ол Аллахтан қорқатын солих перзент болып өседі. Ибрахим бин Адха деген үлкен ғалым өткен. Бір күн бір кісі келіп өзінің зарын айтып келді: "Мен сізге көмекке мұқтаж болып келдім" деді. "Менің шахуатым қозып, қатты күнә жасағым келіп жатыр. Соған көмектесіңіз, мен барып күнә істеуге қазір дайынмын" деді. Ибрахим Адха айтты: "Жарайды, сен күнә істесең істе, онда 5 шартым бар" деді. Ана қуанып кетті. "5 шартыңыз болса, онда 5-еу екен ғой, айтыңыз, мен орындайын да барып істей берейін" деді. Біріншісі не деді? "Біріншісі, сен күнә істеген болсаң, Алла Субхану ва Тағала саған жерден ризық беріп жатыр" деді. "Ризықты жемейсің" деді. Алла Тағаланың ризығын жемеді, күнә істей бер" деді. Ана кісі айтты: "Онда қаяқтан ризық жеймін мен" деді. Сонда Ибрахим айтты: "Сен Алла Тағаланың ризығын жеп тұрып, қорықпастан қалай Алла Тағала сен күнәһар болмақсың" деді. Сонда ана кісі ұялып: "Жарайды, екіншісін айтыңызшы" деді. Екіншісі деді: "Сен күнә істедің болсаң" деді, "Алла Субхану ва Тағаланың бізге төсеніш қылып берген мына жер әлемінен шығып кет" деді. "Басқа жерге барып істе" деді. "Бұл жер Алла Тағаланың мүлкі" деді. "Батыс пен шығыстың бәрі Аллахтың жері болса, мен қайда барамын" деді. Сонда Ибрахим айтты: "Аллахтың ризығын жеп тұрып, Алла Тағаланың берген төсеніш қылып берген жерін басып жүрсең, Құдайдан қорықпай қалай күнә істемекшісің онда" деді. Ана кісі ұялып: "Және үшіншісін айтыңызшы сонда" деді. Үшіншісі деді: "Күнә істеп болғаннан кейін өлім періштесі келсе, сол періштеге айт сен" деді. "Сен тұра тұр, мен Алла Тағалаға тәубе қылып алайын, содан кейін барып жанымды ал" деп айтты. "Ол мен тыңдамайды ғой" деді. "Мен қалай оған айтамын? Ол менімен ақылдаспайды да ғой. Соны біледі екенсің, қалай күнә істемекшісің" деді. "Жарайды, одан кейінгісін айтыңызшы" деді, төртіншісін. "Күнәні ешкім көрмейтін, ешкім білмейтін жерге барып істей бер" деді. "Жарайды, адамдардан жасырып істеуге қолыма келеді" деді. "Ешкім көрмейтін жерлерді білемін" деді. "Бірақ Алла Тағала көріп тұрып, Алла Тағала мен қалай жасырамын оны" деді. Соны біледі екенсің, оны күнәні қалай жасамақсың сонда" деді. "Жарайды, соңғысын айтыңызшы" деді. Бесіншісі деді: "Қияметте Алла Тағала осы сен істеген күнәңмен саған үкім шығарады. Дозаққа кесілгенде осы күнәң себепті. Жаһаннамға сүйрейтін аяқ қолдарын шынжырлап алып, дозаққа лақтыратын періштелер бар. Солар сен аяқ қолыңды шынжырлап дозаққа алып баратқан кезде сен оларға қарсылық көрсет" деді. "Мен бармаймын оған, кірмеймін" деп, "Соны істей алсаң" деді, "күнәңді істей бер" деді. "Тыңдамайды ғой олар, мен лақтырады ғой" деді. "Соны білсең" деді, "күнәға жоламауын" деді. "Сол саған қайыр" деді. Ана кісі күнә істемеуге ант беріп тәубасына келген екен. Алла Субхану ва Тағала бақылап тұрушы. Әрқайсымыздың істеп жатқан іс-әрекетімізді, жүрегіміздегі ойлап тұрған ойымыздың барын Алла Тағала бақылап. Сіздің не ойлап тұрғаныңызды, не істейін деп тұрғаныңызды бәрін бақылап тұра алады. Сол нәрсені баламыздың санасына еккен кезде толық зұррият болып өседі. Мына дүниеде көзіңіздің ақ пен қарасындай шырағыңыз болатын болса, қияметте сол себепті Алла Тағала сіздің мәртебеңізді жоғары алады. Пәленшенің ата-анасы деп тұрып Алла Тағала сізді марапаттайды. Мына дүниеде айтқаныңызды істеп көмекшіңіз болатын болса, арқаңыздан әлеміне өтіп кеткен дұға жасайтын солих зұррият болады. Алла Тағаланың кәламын оқып тұрып сізге бағыштайды сауабын. Бірде бір сахаби келді: "Я Расулаллах, анам әлемнен өтті" деді. "Сол анам тірі кезінде мен көптеген жақсылықты қолымнан келгенше жасадым. Мәңгілік сапарға кеткеннен кейін арқасынан да бір жақсылық жасағым келеді. Не істесем болады" деген еді. "Анаңның атынан барып умра жасасаң болады" деді. "Сауабын анаңа бағышта. Анаңның атынан құдық қазір
Құдай үшін адамдарға тегін қылып беріп, соның сауабын анаңа бағыштасаң болады деді. Ислам дінімізде ешқандай қарттар үйі деген жоқ. Имандылық жүрегіне еккен болсаңыз, қартайған шағыңызда білегіңізден күш, беліңізден қуатыңыз кеткен кезде қарттар үйін апарып тастамайды. Ата разы, Аллах разы. Жәннаттың кілті ананың аяғының астында деген пайғамбарымыз. Сол хадисті жақсы меңгерген бала сізді ренжітпейді, сізге уф демейді. Және өсімге, біреуге ақша беруін, немесе біреуден өсімге ақша алуын, сол нәрсеге қатты көңіл бөлу керек екен. Алла Тағала Құранда айтқан: "Ахаллаллахул бай'a ва харрама риба". Сауда-саттық халал қылды, рибаны харам қылды. Және Пайғамбар хадисінде айтады: "Ижтанибу саб'ал мубиқат" дейді. 7 нәрседен сақтаныңыздар деді. Құлна я Расулаллах ва ма хунна деді. Я Расулаллах, не нәрсе ол 7 нәрсе сақтанатын? Аширку билля деді. Алла Тағалаға серік қосудан сақтаныңдар деді. Қатл нафс илля би хаққи деді. Адамды нақақтан нақақ өлтіру. Сихрмен айналысудан сақтаныңдар деді. Аклу риба деді. Өсім жеуден сақтаныңыздар деді. Тауун алал бирри ва тақва ва ла тауун алал исми вал удван. Бір-бірлеріңізге жақсылық қылуда көмектесіңіздер. Жаманшылық, дұшпандық қалып баратын істерде ешқандай көмектеспеңдер деген. Яғни ана кісінің риба жей беруіне сіз көмектесіп тұрсыз. Егер сіз алмасаңыз ол кісінің өсімдегі ақшасын, мына кісі алмайтын болса, ешкім алмайтын болса, ол кісі өзіне тоқтай салады. Әр отбасы өзінің баласына сол риба, өсім деген нәрсенің харам екендігін санасына егетін болса, іс өзіне өзі тоқтайды. Күнәмен ешкім айналыса алмай қалады. Акул мал ятим деді Пайғамбар. Яғни жетім балалардың мал дүниесін жеуден сақтаныңдар деді. Тавали яумул захф деді. Сырттан бір дұшпандар басып келетін болса отанымызға, шекарамыз Құдай сақтасын. Сол кезде отанды қорғау әрбір азаматқа уәжіп болады. Тавали яумул захф деп айтқаны сол жерде теріс қарап алып бұрылып қашу, бұл үлкен күнә деп айтпаймыз. Соңғысы пәк болған әйел адамға жала жабу. Пәленшенің қызын көрдім, пәленшемен бүйтіп жатыр екен деген сөздер. Осы сөзден сақтану керек. Алла Тағала Құранда айтып отыр: "Жай сен айтқаның сондай болса, 4 куә алып кел" дейді. Егер 4 куә алып келе алмасаңдар, арқасынан 80 дүрен аямай орыңдар деді. Одан кейін деді, оның куәлігін ешқашан қабылдамаңдар деді. Куәлігі өтпейтін адам болады. 7 нәрседен сақтаныңдар деді. Соның ішіндегі бізге қатыстысы риба мәселесі еді. Баламызға осы риба жерден сақтандырып қоймыз керек. Балам, риба деген нәрсе бар, өсім деген нәрсе. Оны Алла Тағала харам қылған. Пайғамбарымыз харамға шығарған. Ешкімге өсімге ақша берме, ешкімнен өсімге ақшаны алма деп, баламыз солих болып қалсақ, осы нәрсені үйретуіміз керек екен. Жеп жатқан тағамына қатты мән беруіміз керек екен. Алла Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разақнакум" дейді. Иман келтірген құлдарым, мен сендерге жақсы қылып берген, жақсы тағамдардан жеңдер деді. Ризық берген тағамдарынан. Алла Тағала соны жақсы деп берген ризықтан ғана жеуіміз керек. Жаман, харам дегендерді жолап керек емес. Өзіңіз жоламадыңыз ба? Баламызды сол нәрсеге жолатпауымыз керек. Баламыз солих болуды қалайтын болсақ, қияметте адамдардың бәрі қиналып тұрғанда салқын панада болуды қалайтын болсақ, мына дүние пәни дүние екендігін, уақыттың бәрін уақытша бір дүние жинаумен өткізбестен, ақырет азығын жинауға да мән беруді үйретуіміз керек екен. Бір данышпан өткен екен әлемнен. Өтер алдын баласына 2 өсиет қалдырған екен. Баласын шақырып: "Балам, егер мен өліп кететін болсам, мен саған 2 өсиетім бар" деді. "Сен соны орындағын" деді. Әке жарайды, орында не өсиетіңіз бар? Сонда әкесі айтты: "Бірінші өсиетім, мен жыртық мәсім бар" деді. Бүткіл ғибадаттарымды, намазымды сол мәсімді киіп алып жасайтын едім. Сол мәсімді қабірге өзіммен бірге көм деді. Екінші өсиетім, пәлен деген жерде бір хат жазып қойдым саған деді. Соны мен жерлегеннен келіп оқы деді. Сонымен әкесі қайтыс болды. Жуындырды, кебіндірді, имам шақырды, жаназасын оқыды, қабірге алып барды. Қабірге кірейін деп жатқан кезде балам жыртық мәсімді тыққыштап жатыр. Имам оны көрді: "Олай істемеңіз" деді. "Жоқ, мен әкемнің өсиеті бұл. Жоқ, олай істемеңіз, шариғат рұқсат етпейді. Сен әкеңіз рұқсат еткенімен шариғат рұқсат етпейді" деп, және имамның жанында үлкен аталар ол кісіні қолдап, жаңа әкенің өсиеті орындалмай қалады. Әке көміліп кетті. Мәсі сыртта қалып қойды. Баланың көңіл күйі түсіп, әкесінің өсиетін орындай алмағанына, және әкем екінші өсиетін орындайын енді. Не жазып кетті, соны қарайыншы деп барып оқыса, ол жерде жазып қойған екен. "Балам, көрдің ба, жыртық мәсімді алып кете алмадым өзіммен бірге. Мына дүние пәни дүние. Еш нәрсені алып кете алмайсың сен" деп жазып жүрген екен. Біз баламызға да осы нәрсені үйретуіміз керек. Уақытша пәни дүниемен алданып қалмауымыз керек. Қиямет бұл мәңгі дүние. Мына дүние қамшының сабындай болған қысқа дүние. Тақырыбымызға оралатын болсақ, қиямет қайымда адамдардың барлықтары азапталып, 7 адамды көлеңкесі бағына алады деді. Кейбір риуаяттарда аршының көлеңкесіне алады деген риуаяттар екен. Соның біріншісі әділ имамдар, яғни әділ басшылар еді, екіншісі солих зуррияттар еді. Алла субхана ва тағала елімізді, жерімізді, ұлтымызды, намысымызды қолдан бермейтін солих зуррият болуымызды Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Және келер ұрпақты да осындай солих ұрпақ болуын Алла субхана ва тағала баршамызға нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Астағфируллах ва атубу илейк.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika.